Сәлем достар, Сүпіргенчектің арнасына қош келдің. Бүгінгі видеоны атауынан ақ біліп тұрған шығарсыздар. Творожный сыр жасайтын боламыз, және бұл сырды біз тортқа қолданып көреміз. Нәтижесін видеоның соңында көретін боласыздар. Оған бізге екі ғана зат қажет. Креметтенің, творожный сырдың, крем-чиздің орнын айырбастайтын сыр жасап көреміз. Ол үшін бізге қаймақ және де ешқандай қоспасыз йогурт қажет. Яғни йогуртыңызда малина, клубника деген сияқты ешқандай дәм болмау керек. Ешқандай дәмсіз, просто йогурт болу керек, натуральный. Ал ендеше сырды жасауға кірісеміз. Жасалу жолы өте оңай. Егер менің арнамды алғаш рет көріп отырған болсаңыз, онда міндетті түрде арнаға подписаться етуді ұмытпаңыз. 500 грамм қаймақ қажет. Менде 20%, 20-25% болса болады. Менде мынандай йогурт, ешқандай қоспасыз, натуральный био-йогурт Activia. Бізге 400 грамм қажет. Менде йогурт 3-5%, егер йогурттың жоғарғы процентін тапсаңыз, тіпті жақсы. Общий массасы 900 граммдық масса пайда болды бізде. Жақсылап бір-біріне араластырамыз. Аздап қана тұз саламыз, көп қажет емес. Енді бізге сито қажет және де ыдыс қажет. Сито ішіне түсіп кете бермеу үшін мен қасықпен осылай тіреп қоямын. Және марлы қажет. Менде 4 қабатты қолданып тұрмын дәл қазіргі сәтте. И осының ішіне массамызды құямыз. Марлымыздың жан-жағын осылай көтеріп аламыз. Орап байлаймыз. Енді осылай қойып қоямыз. Бетіне кішкене ауырлау салмақ қойсақ, суы тез ағатын болады. Мынау бізге астына тимей тұру керек, себебі уже көріп тұрғандарыңыздай суы тамады осылай. Суы тезірек ағып қоюлану үшін үстіне тарелка, потом бір банка қойып. Егер сіздерде ыңғайлы ыдыс болса, сондай қойсаңыздар болады, ол кезде вообще күшті болады. Енді осылайынан қойып қоямыз. Холодильникке салып қойсақ та болады, немесе үй салқын болса, салқын температураға қойсақ та болады. Бізге қоюланғаны қажет. Мынау бізде дәл қазір 4 сағат тұрғандағы результат. Астында сары су жиналды, қараңыздар. Егер де бір күнге немесе 8 сағатқа осылай үстін бастырып видеодағыдай істеп қойсаңыздар, вообще қоюланады. Мен видео түсіріп жатқандықтан менде уақыт азырақ. Сондықтан қазір ашып уже тексеріп көреміз. Мен ойлап тұрмын, уже дайын болып қалды деп. Но сіз сонда да ұзағырақ уақыт қоюға тырысыңыз, сол кезде сізде идеальный творожный сыр пайда болады. Ал бисмиллах. Вау, қараңыздар. Қоюлығын қараймыз. Қараңыздар, достаточно қою. Мінекей, өз формасын ұстап тұратындай қою. Енді дәмін көреміз. Дәмі креметтеге ұқсайды. Енді дәл осы творожный сырмен және де қолдан жасалған сливкимен крем жасап көреміз. Результатын осы видеоның соңында көре аласыздар. Қолдан жасалған творожный сырымыз бізде 522 грамм шықты. Енді крем жасап көреміз. Менде сахарный пудра, қолдан жасалған сливки, творожный сыр. Крем шығады ма тортты құрастыруға арналған тексереміз. Ең алдымен творожный сырымызды саламыз. Бұның барлығын салмаймыз. Барлығы көпті кетеді. Бізде 522 грамм болды. Сондықтан жартысын ғана саламыз. Енді сахарный пудрамызды саламыз. Миксерлейміз. Енді аз-аздап сливкимізді құйып отырамыз. Қалған сливкимізді толықтай құямыз. Толыққанды қою крем пайда болғанша миксерлейміз. Креміміз қоюланды. Мен даже қоюланады деп күткен жоқпын, расын айтсам. Енді насадкаға салып, узор шығады ма, узор шығаруға болады ма, көреміз. Сонымен
достар, біздің экспериментіміз өте удачно аяқталды деп айта аламын. 100% қолдан жасалған творожный сырмен сливкиден сіз спокойно әдемі крем шығара аласыз. Және де крем өз формасын ұстап тұратындай әдемі болады. Мінекей қараңыздар, тарелкаға жаңа ғана узор салдық. Сливки 2 ғана заттан тұрады, және творожный сыр да 2 ғана заттан тұрады. Жасалуы өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасағаннан кейін Инстаграмға салып, мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода жүздескенше деп қоштасамын. Және де қандай рецептерді тағы да күтесіз, комментарийға қалдыра кетіңіз.